Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында керемет, өзі қытырлақ, дәмді тауықтың қанаттарын дайындайтын боламыз. Осы рецепт бойынша дайындайтын болсаңыздар, KFC-дан еш айырмашылығы жоқ тауықтың қанаттары сіздерде шығады. Олай болса видео соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Тазалап алған тауық қанаттарының үстіне тұзды, паприканы, кептірілген сарымсақты және чили перісті салып араластырамын. Үстіне сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып, осы дайын болған қанаттарымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді біз кляр дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаны алып жақсылап шайқап аламыз. Енді осының үстіне тұзды, паприканы және чили перецімізді салып жақсылап араластырамыз. Дайындап алған суымызды құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала ұн дайындап алуымыз керек. Осы ұннан 3 ас қасықтай салып, осының барлығын түйіршік қалмайтындай етіп, толығымен араластырып шығамыз. Панировочный сухариктің орнына біз чипсиді қолданатын боламыз. Құрамында паприка бар, кез келген чипсиді алып, осылай блендермен үгітіп аламыз. Өте қатты ұсақтаудың керегі жоқ, бізде үлкен түйіршіктер қалу керек, осындай болып шығады. Енді осылай дайындап алғаннан кейін, алдын ала дайындап алған клярымызды қанаттардың үстіне құйып, бұны араластырып аламыз. Қанаттарды клярдан шығарып, чипсиға толығымен аунатып, пісіретін ыдысымызға қатарынан осылай сала береміз. Дайын болған қанаттарды қызып тұрған пеште пісіреміз. Біздің қанаттар дайын болды. Міне достар, біздің қанаттарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңыз керемет бағалайды деген ойдамын. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.